Қайырлы таң баршаларыңызға. Қалдарыңыз қалай, амансыздар ма? Үлкен кісілер болса сәлем бердік. Бүгінгі күндеріңіз сәтті өтсін, қуанышқа, жақсы жаңалықтарға толы күн болсын. Мен сияқты өстіп позитивпен бастасаңыздар күндеріңізді. Бізде сол балдарды сабаққа жібердік. Енді бір партия садикке жібереміз, иә? Шай беріп болдық. Мына бомба түскен үйге. Оның бәрін кім жинайды? Әрине, Әмина жинайды. Осы енді қазір тез сабаққа жіберіп алсақ, садикке құртсам, бәрін жинау керек. Негізі мен онда поликлиникаға баруым керек қой. Жолдайды. Жүр. Ұлым ауырып қалып ингаляция жасадық. Білмезгім. Таң атпайды, ашық жинап айтып кетсе болмады. Кеше әкеп қоямын ғой. Таң апететін болмайды. Ішпесем осы қандан жазады мені. Мен аны жуып әкеп берші деп әкелді ғой. Мен аны жуу керек. Сирақ қой, короче, аны осы сіңірмені ғой. Сиырдікі. Не қайнатамыз, салат қайнатамыз. Яқта жарына беске бөлген жоқпын. Мына яқта кір тоқтайын деп жатыр уже. Короче, сондай тірлік бізге уақыт жоқ. Отыратын. Так, мен сирақтарды, сіңірлерді жуып жатырмын. Далаға жуатын едік, дала салқын болғаннан кейін үйге ваннаға жуып тазалап, жүн-жырқаларын бәрін алып, кесіп, тазалап бердім. Қайнағам далаға горелкаға от жағып, суын қайнатайын деп жатыр. Осылай сіңірлерді салып қойып, мәз отырмын, орамал қисет тұрамын, шаруам жоқ. Үйдегілерге әлі әбет беріп жатырмын бір жағынан. Жұмысымда істеп жатырмын, онлайн мейкоптан спашу, жаңағыда не көру. Балдарды тіркеуде бар ма жоқ па соны көру. Bir жағынан нан елеп қойдым. Істейін деген адам ештеңе қарамайды. Bir жағынан от жуып жатырмын. Қазір уже кешкі тамақтың қамы. Әйтеуір үйдің тірлігі еш уақытта бітпейді ғой. Мына жерде 8 баланың киімі, ойыншықтары мынаның ішінде барлығын жинастырып жатырмыз. Далаға шығайық, далаға шықпай санан бір жинап барып шығасыңдар дегенмін ғой. Мына жақта далада холодец қайнап жатыр. 5-6 сағат қайнайды бұл. Біз горелкамен қайнатып қойдық. 5-6 сағат қайнайды, сосын барып түнде үйге алып қолмен турап істейміз. Сүйектерін ажыратып. Не үшін? Садиктен келді халық. Уже бағана айтқанмын ғой, садиктен келгесін шанамен ойнатамын деп ше. Сөйтсе еріп кеткен дейсің, соған қадырма қалмай. Так, бізде сұйық тамақ бүгін. Етті қайнатып қойдым. Енді кім жинайды дейді ғой? Кім шашады, сол жинайды. Вот кім шашады, вот сол и жинайды. Логично, да? Но это не қыздардың міндеті. Үй жинау.